Түндікті жаппағанбысың? Күйеуінің даусын естімеген Бәтіш жауап қатпады. Дәл төбеде самсап тұрған жұлдыздарға тесірейіп қараған қалпы қимылсыз жата берді. Самат бұған әрі ештеңе айтпастан екінші жамбасына ауына түсті. Сосын тамсанғандай ерінін сылп еткізді де үйреншікті қорылына басты. Айналасындағы ыстық суығы мол тіршіліктен бейхабар, өлі ұйқыда. Келіншек оң жағындағы дөңкиген денеге көз қиығын тастай беріп ауыр күрсінді. Дауысы да шығып кетті. Әлденеден пана іздеп, әлденеге ұмтылып, аласұрған жан дүниесін мүлде түсінбейтін еріне арналған бар наласы осымен тынғандай. Шынымен тынды ма? Оны жалқау тірлікке бой үйренген Бәтіштің ұғуға шамасы жетпеді. Ол тағда көк жүзіне жанарын қадады. Аспан тұп-тұнық, қара көк тұңғиықтың өн бойы толған шырақ. Жұлдыздар бүгін жым-жиі орналасыпты. Бірі қызыл, бірі көк, тағы бірі жасыл шырақтарын жамырай жарыстырып көзіңді арбайды. Өздері бұла өскен қыздай тым еркін. Ту алыстан жаныңды еліктіре көз қысады. Әлденеге мәз, әлде меңіреу күн құшағына сәуле шақырғанда қуанысқан түрлері осы ма? Мүмкін тығылыспақ ойнағандар шығар. Я, дәл соған ұқсайды. Бәтіш санасында жарқ еткен әлдеқандай сәуледен жасқанғандай көзін жұма қойды. Жүрегі дүрсілдей жөнелді. Бәрі осы тығылыспақ ойнағаннан басталып еді ау. 6 класты аяқтап жазғы каникулға шыққан ауыл балалары кеш түссе-ақ далаға асығатын. Жылқы ағытылып, сиыр сауылып, қой қотанға енген соң әке-шешелері ұрса қоймайды. Содан түннің бір уағына шейін үй-үйдің арасынан азан-қазан қылған дауыстар сенбейді. Осындай түндердің бірінде бұл жасырынған мая қалдығының табасынан екінші бейне де қараң етті. Кластасы Мұрат, пысық баланы Бәтіш іш тартатын. Оқы, сен де мұндамысың? Деді Мұрат таңырқағандай әрі қуаныш білдіре жанына жайғаса беріп. Мен ылғи осында тығыламын. Онда тіптен тамаша. Ненің тамаша екенін түсінбеген Бәтіш үндемеді. Әріректегі шуылға құлақ түрген күйі отыра берді. Мен сен іздедім, деді ұл әлден уақытта дауысы құмыға шығып. Қыз таңырқады. Мені ме? Сені. Не үшін? Білмеймін, әйтеуір іздедім. Бұдан әрі жақ ашпады. Бір-біріне тығыла түсті. Бірінің бірі жылуын сезінгендей. Осы сәтте екеуінің де денесін діріл жайлағаны анық, бірақ оны білдірмеуге тырысады. Тыныштықты Мұрат мұзды. Біз дос болайықша? Дос? Аха. Мына сөз Бәтіштің жанына жағатын сияқты. Жүрегі алқымына тығылғандай. Дүние есігін ашқалы ұл баладан естіген алғашқы ұсыныс болғандықтан да шығар. Бір түрлі жағымды, бір түрлі ыстық. Келсемін, деді қыз баяу үнмен. Дауысы өзіне де әзер естілгендей еді. Дегенмен Мұрат қағып алып, ақырындап қолдарын қысып қойды. Қайран аңғал көңіл-ай. Азға мәз, титімдейді қанағат санап айға ашуға дайынсың ау сен. Мұндайда қанат жоғын ұмытып, қалықтауға өссің. Қонар тұғырыңды тағы ұмытып кетесің. Бәтіште сөйтті. Сол күннен бастап қыз өзін салмақты ұстауға тырысты. Айналасына ересектердей ойлы көз тастап, одан сақа адамдай сыр тартуға ұмтылды. Оны осы күйге жеткізген кластасының «Біз дос болайықша» деген жалынышты үн еді. Бүгінде қарап отырса, барлық шырын балалықтың базарлы шағында толысады екен. Ол шақта көзге жас алудың да өзі керемет. Бәрі өкітінші жаңбыр секілді. Жауасың, соңынан қайта жадырайсың. Өткелден өтіп алған соң артыңа бұрылып та қарамайсың. Батпақтасың ба, тайғанақтайсың ба, қаперіңе кірмейді. Өйткені сенің көкірегіне күн құлайды. Жанарыңа шуақ құйылады. Сен содан жылу аласың. Сол шуаққа жуынып, таранып шығасың. Кейіннен балалық шақтағы кіршіксіз достық үлкен махаббатқа айналады. 10 класста Мұрат екеуі жұп жазбады. Рас, бұл қарым қатынасқа қарсы шыққандарда жоқ емес. Кейбір жақын құрбылары
Мұрат менімен өзімшіл, ортақ мақсаттардан гөрі өзінің бас пайдасын көбірек ойлайды. Сен мықтап ойлан деп ақыл да салды. Бірақ Бәтіш бұл шақта отқа үйір көбелекке айналып үлгерген. Санасына ешқандай ақыл кірмеді. Жатса да, тұрса да, көз алдында үлкен қара көзді, қырмұрынды, ашаң өңді, әдеміше бозбала тұрды. Түсінде де жиі көрінетінін қайтесің, қыр басында қол ұстасып қызғалдақ теріп жүргендері. Мұның құшағы қып-қызыл шоқтай гүлдерге толы болды. Оянған сәтте оның өзінше жоритыны гүлді бақытқа балайды. Сол бақыт санасын болдыр тартып, басқа қырды таластап, тасалағалы біршама уақыт. Бірақ бозбала тым кінәмшілтін. Қыз кездесуге көнетөс көйлек киіп келсе де жақтырмай тұрғаны. Заман ағымнан қалып қоюға болмайды деп ескертеді. Мұрат онысын тіпті жарытпай, сондықтан талапқа сай киіну керек. Үйде түзде жарқырап жүр. Сонда өзгелер сұқтанады, қызға қарайды, сыйлайтын болады. Мұндайда Бәтіш иығын қушитады. Не, сонда адамды үстіне жапсырған шүберекке қарап бағалау керек пе? Талғамға тағзым еткен абзал. Иә, дегенмен сыйлайтын жігітім тосып тұр деп, шешем шашымды жұлсын, қуғаны қарағар басып, саған керегі де сол ма? Әке шеше иіс алмай жүр дегенге мен ешқашанда сенбеймін. Олар да жастықты бастарынан өткерген, ендеше түсінеді. Бәтіш адам бойындағы кемшілікті көрмейтін көрсоқыр еместі. Дегенмен бозбалаға кінә артудан аулақ тұрды. Балалық деді, ананы іштей қорғап. Өседі, ес алады. Сонда бәрі де өзгереді. Түйсік те, талғам да, өмірге көзқараста. Ал жақсылықтың да, жамандықтың да қандай дән түскеніне қарап өсіп жетілетініне, тамыр жаятынына ден қоймады. Бұған бәлкім сүйген жүрек ықтияр бермеген шығар. Ғашықтық көзсоғырлыққа бастар төте жол дегенді естігені бар. Бәлкім солай, бәлкім олай емес. Әлі күнге айырудан аулақ. Әйткенмен көзсіздіктің қамытын кигені анық. Жер басқан миллиардтаған адам ішінде сенің таңдағаның ғана биік, сенің таңдағаның ғана данышпан көрінетін сол бір түйсіну таразы басын өзіне аударып, ақыл ойыңды жаулап алғанда, қазығын айналдырған аттай тапырақтайды. Міне заңдылық. Жүректінің бір бағыт, көретінің бір бағыт. Күн өтіп бара жатқан сайын бұл осындай болды. Ар заңғар барда шөмішке пысқырып қарамайтыны тағы бар. Орта мектепті ойдағыдай аяқтаған Мұрат Алматыға аттанды. Жолы оңғарылып бірден жоғарғы оқу орнына түсті. Бәтіш ауылда қалды. Шешесінің сырқаттығы аяғына тұсау салған. Азапты өмір енді басталды. Жігіттен не хат, не хабар жоқ. Көңіл шіркін сонда жамандыққа қимайды. Керісінше Мұратқа жақ, инемен құдық қазғандай оқудың тауқыметін алға тартып, шырпыры шығады да тұрады. Осылай күз құлдырады, осылай қыз қарасын батырды. Көктемнің қақ соқты күндерінде қыз жанын ойран ботқа басқан. Сол пәле қардан ерте аршылған қырш тұрмақ, сайдың терең табанын көп жапқанша қақаңын баспай, керісінше қайқаңдай жүйкесін кемірсін. Енді Бәтіш сәл нәрсеге де ашу шақырып, сәл нәрседен от ала жөнелетінді шығарды. Мұндайда құрбылары тым жанаспай, алақтаудан ғана иық қағысуға жарайды. Сондай күндердің бірінде кездейсоқ ұшырасқан бір құрбысы. Мұратты көрдім, деп қалды. Бәтіш көз алды қарауытып, тынысы тарылғанын сезді. Қашан? Қайдан? Әлгінде түскі үзілістен қайтып келе жатқанда ауылдарына көзім түскен. Бір таныс бейнені байқадым. Анықтап қарасам Мұрат екен. Шікірейіп киінген, талтаң-талтаң етеді. Құдды жер басып жүрген жалғыз өзі ғана сияқты. Болды. Қыз оқтай атылып барып, алақанымен құрбысының аузын қалай жаба қалғанын өзі де сезбей қалды. Жүзі өрт сөндіргендей түтігіп, көзі қанталап кетіпті. Содан шошынған екінші жан. Ей, саған не көрінді? Деп шошына жұлқынды. Сонда ғана асыңқырап кеткенін ұққан Бәтіш құрбысын жайына қалдырған күйі тәлтіректей басып барып қабырғаға сүйене берді. Аяқ қолдары дір-дір етеді. Аяқ қолы ғана ма? Бүкіл болмысы қалтырап, тіреу болмаса құлап түсердей. Бой жеткен шақтағы сол бір көңіл күйдің өзі ғанибеттің ғанибеті екен ау. Жағың келсе қу ағаштай шытырлап жана саласын.
Жалының айналаңды шарпып, жарығыңды жалпақ жұрт көріп тұрады. Ішкі арпалыс, ішкі жарылыстарды сен жасыруға тырысып-ақ бағасың. Дегенмен ойхой әлем өз айтқанына көндігіп, өз дегенін жасатқанда еріксіз жариялылыққа жағынып, жаныңды ашып тастағаныңды, жасырғаныңды, шашып тастағаныңды ұғынуға шамаң жетпейді. Кейде дәл соның шым-шымдап шығуын да қалайсың. Бұл әлде мақтанға жол тартқаның, әлде тылсым тұңғиығын жалғыз шарлай беруден жалыққаның. Әйтеуір қыңыр дүниеге қырын келуге жақсың. Алып ұшып аптыққанымен, бір көруге ынтыққанымен, ғашықтарға кездесу ертеңгі күннің екіншісіне жазылыпты. Мұрат қанша айтқанымен қала көрген қой, мұнтаздай киініп келді. Үстінде ине жіптен жаңа шыққан кремплин костюм шалбар, аяғында біз тұмсық сүліктей қара туфли. Қыздың сыншыл жанарының байқағаны жүрісіне салмақ, сөйлеу мәнеріне астамдық кіріпті. Биіктей қарайды, жоғарыдан үн қатады. Осы күнге дейін хабарсыз қайда жоғалдың, деді Бәтіш, бар назарын бірақ ауыз сөзге сыйдырып. Оқудан қол тимеді ғой. Хат жазуға сәттік уақыт таппадың ба? Ертеңгіліктен аудиторияға отырасың, қалған шамада кітапханақтан шықпайсың, сүріліп келіп төсекке құлағаның, соның жайы белгілі. Қорылға басасың, мұндайда хайдағы қат. Сонда тамақ ішуге мұрша жоқ па? Оған кім мән берген? Бірде тоқырсақ, бірде ашқырсақ. Неге болмасын, сенгіш көңілді қойсаңшы. Жігіттің мүләйім күйінен соң өкпе сөгіліп аяушылық басым алғандай. Өзіңді тамақтан қақпасайшы, ауруға ұшырайсың, деді Бәтіш қамқорлықпен. Осының өзі тоң жігін ұшты күйлі жоғалтып, емен жарқын сағыныштың өзегін ашқандай. Екеуі қайдағы жайдағыны әңгімелеп, ауыл сыртындағы қыр етегіне жеткенде жұлдыздар толығынан жанып тұрған. Жымыңдасқан сансыз шырақ астында жігіт батылдана ерінді көміп жібергенде дүние шыр көбелек айналып жүре берді. Буын-буыннан әл кетіп, тәлтіректей бастағанда одан шығар жолды жігіт тапты. Су жаңа костюмін көкке төсеп, екеуі соған тізе бүкті. Мен сені ойладым, деді Мұрат сүйіс артында құлақ түбіне сыбырлап. Мен өлудің азақ алдында қалдым. Сен маған сенесің бе? Сенбесем түн жағалайын ба? Тым тәтті сияқтысың, жаным сол. Өмір несімен қызықты, деп ойлайтын оңашада мұңданғанда. Сөйтсе жарқ етер жалқын сәтімен шадыман екен ғой. Міне жігітімен кездесіп еді, талай уақытқа жүк болған салмақ бір сүйістің астында еріп жүре бергендей. Қазір санасы да, денесі де жеп-жеңіл. Жеңілдігінен де шығар, ұмар-жұмар құлағанда салмақтың кеудесін шаншуын тіледі. Мұраттың онда-мында жүгірген ұры қолдарына сәл қарсылық білдірген сігенмен түйсік оның тағы жанасуын, тіпті езіп тастауын күтіп еді. Түте-түтесін шығарып, желге ұшырып жіберсе де разы. Бұрын қаперінде кірмеген бояулар ажарын ашып, айтаққа қосарын қайтесің. Міне, жігіттің саусақтары көтеріле, үйі қалған орынға қадалғанда денесін қытық жайлағандай. Жай қытық емес, жаңағы басым жабайы қытық. Ол ұрыны кері кетпейді, керісінше тұлдана шақырады, қарпып тастауына аңсайды. Ғажап, бәрі де ғажап бір. Мұндайды сезінген де бар шығар, сезінбеген де бар шығар. Сезінгендерді тәңір жарылғасын, сезінбегендерге шоқ. Түн еткен ғаламат дүние, тінтінген жан лауға бір қармаққа бар. Опырылып кетсе өзнесін, алмаған амалы қалғанда. Асқақтағаны осы емес пе? Жердің тартылыс күшін сезінбейтіні анық, қалықтап бара жатқандай. Осы кездесуден соң Бәтіш өзінің әйел атанғанын ұғынды, бірақ өкінбеді. Әлгіндегі ұлы сезімнің ырғағына ентік басқан Мұраттың тамағына мұрнын тыққан қалпында ұзақ талықсыды. Қоштасар кезде жігіт күле тұрып, әтір сеуіп жүрсеңші, шашыңа күннің иісі сіңіп кетіпті, деді қамқорси. Мына сөз қыз жүрегіне үйіне сұққандай әсер етті. Не? Әтірге танауың үйреніп қалған ба? Деп шап берді Бәтіш. Есін жия. Заман талғамнан асып қайда барамыз? Иіс аларларың көп болған екен ғой, Енді қала болған соң ондайлардың кездесетіні шындық.
Солай де. Өзің сұрағаннан соң айтып жатырмын да. Бұдан әрі ұятсыз жүзге қарай алмаған қыз бетін басқан күйі тұра жүгірді. Өзегін өртеген қызғаныш, көкірегін тоқпақтаған ыза буырқанып тұрып